Бұл ойынның шарты. Жол құстары мен қыстап қабатын құстарды ажыратып алуларың керек. Қазір мен сендерге құстарды көрсетемін. Сендер сол құстарды ажыратып алуларың керек. Бірінші құс. Торғай. Ол жол құсы ма әлде қыстап қабатын құс па? Дұрыс балалар. Торғай қыстап қабатын құс. Аққу. Қыстап қабады ма әлде жол құсы ма? Тамаша, аққу жол құстарының бірі. Ал тырна ше? Тамаша, ол да жол құстарының бірі. Ал қарға ше? Дұрыс, қарға қыстап қабатын құстарының бірі. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Балалар, құстар немен қоректенеді? Дұрыс, құстар нан қоқымымен, дәнді дақыл, ағаштағы жеміс қалдығымен, шемішкенің дәмімен, жаңғақпен қоректенеді. Құстар не себепті жылы жаққа ұшып кетеді? Тамаша балалар, себебі кей құстардың қауырсындары жұқа болады. Сол себепті олар жылы жаққа ұшып кетеді. Балалар, бүгінгі сабаққа сендер өте белсене қатыстыңдар, жарайсыңдар. Маған сендердің белсенділіктерің өте ұнады. Ендеше сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.